Наурыз көже. Ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас. Біз бүгін наурыз көже дайындадық. Оған тары, арпа, бидай, бұршақ, күріш сияқты 7 түрлі дән мен ақ қосылады, айран яғни. Түркі халықтарының ұғымында 7 саны қасиетті саналғандықтан, наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосылады. Оған қоса ол тоқшылық пен ырыс-құттың жоралғысы. Наурыз көженің құрамын қазір сіздерге оқып беремін. Қазанға су құйып, ет, қазы, қартаны салып қайнатыңыз. Алғаш қайнағанда сорпаның көбігін алуды ұмытпаңыз. 1,5-2 сағаттай қайнатып, етті сүзіп алыңыз. Енді дәндерді жақсылап жуып, бірінші бидайды салып, 2 минут қайнатыңыз. Екінші жарманы және күрішті салып, 5 минут қайнаған соң тарыны салыңыз. Талғамыңызға қарай тұздаңыз. Дәндер пісіп болды дегенде оттан түсіріп, салқын жерге қойыңыз. Қазаннан түсірілген еттерді ұсақтап турап, барлығын сорпаға айранмен қосып араластырамыз.